Баршаңызға сәлем қыздар, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін сіздерге өте дәмді, жұп-жұмсақ, жасалу жолы оп-оңай шоколадты бисквитті торттың рецептімен бөлісемін. Бұл рецептпен сіз торт қылып немесе пирожный етіп жасасаңыздар да болады. Ешқандай творожный сыр, сливки да қажет етпейді. Көріп отқандарыңыздай жұп-жұмсақ, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Және менің YouTube парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Рецепті описанияда міндетті түрде жазып қалдырамын. Ең алдымен бисквитті корж дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарамыз. Менде жұмыртқа үйдің жұмыртқасы. Осының үстіне қантымызды қосамыз да жақсылап аппақ пена болғанша миксерлейміз. Мінеки дайын болғанда осындай әдемі воздушный пена болып шығады. Ыдысымызды бөлек алып қоямыз да енді құрғақ ингредиенттерімізді дайындаймыз, яғни қоспаларымызды. Бізде мұнда ұн бар, алдын ала електен өткізілген, осының үстіне какао және де разрыхлительді қосамыз. Енді осыны жақсылап барлық қоспаларымыз араласқанша әдемі етіп араластырып қоюымыз керек. Енді осы құрғақ қоспамызды барлығын қосамыз. Осы лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай ақырын абайлап осылай араластыруымыз керек. Бірден қатты қозғап жіберуімізге болмайды. Дәл видеодағыдай көріп отқандарыңыздай осылай араластырасыздар. Мінеки бисквитіміз дайында болып қалды. Енді формамыздың үстіне осындай пергамент қағазын төсеп, мінеки менде осындай 4 бұрышты форма. Бұның размері 19-29. Негізінде сіздер осындай 18-18 размерге істесеңіздер, сіздерде 4 корж болып шығады. Менде бұл размерден 3 коржик болып шықты. Осылай жұқа етіп жайып шығамыз. Көздеріңіздің мөлшеріңізбен өздеріңізге 3 бөлікке бірде жететіндей етіп бөліп істейсіздер қыздар. Осыны 170 градуста корждеріңіз піскенше 5 минутта пісіп қалуы да мүмкін. Әркімнің өзінің пештің жағдайына қарап көресіздер. Бірақ төменгі температура болсын 170 градуста немесе 180 градуста. Жақ болғаннан кейін сыртындағы 4 бұрышты формамызды алып тастаймыз. Енді пешімізге салып корждарымызды пісіріп аламыз. Барлық корждарымызды пісіріп болғаннан кейін суытып қоямыз. Енді кремін дайындаймыз. Кремге міндетті түрде қаймағымыз свежий болу керек және де проценті 25-30% болу керек. Қаймағыңыз сұйық болса, онда креміңіз сұйық болып ағып кетеді. Онда сізден креміңіз әдемі болып шықпайды. Мінеки енді осының үстіне қантымызды қосамыз. Рецепт описанияда жазылады қыздар. Қанша қосу керектігі барлығы сонда көрсетіліп қояды. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Қанттың өзі қаймаққа сіңіп кетеді. Қаймағымыз дайын болып қалғанша менде корждарымда суытып, мінеки видеода көріп отқан шығарсыздар қыздар, мен осыны жаңағы ұзын болған коржымда дәл 2-ге бөліп тастадым. Сонда менде 6 корж болып шықты. Мен енді бұл корждерден пирожный етіп жасаймын. Сіздер мен видеоның басында айтып кеткендегідей торт етіп істесеңіздер де болады. Енді осыған қараңыздар, 2-3 қасық қаймақ салып осылай жағып шығамыз. Қаймақ жағасыздар, оның үстіне қайттан коржды қойып, солай слойларымызды қайталай береміз. Және барлығын жағып болғаннан кейін мен бір түнге қалдырып қойдым. Сіздер уақыт болмай жатса 5-6 сағат, бірақ міндетті түрде холодильникте тұру керек. Қаймағымыз коржге әдемілеп сіңу үшін. Холодильниктен алып болғаннан кейін шеттерін міндетті түрде кесіп тастаңыздар, егерде пирожныйларыңыз әдемі 4 бұрышты болып шыққанын қаласаңыздар.
мінекей барлығын жағып шығамыз дәл осылай. Шеттеріне де жағып шығамыз. Болды қыздар, мінекей бұл уже холодильникте тұрған, барлығы дайын болып қойды. Мен үстіне Қазақстан шоколадын терканың майда көзінен өткізіп сеуіп шықтым. Міндетті түрде жасап көріңіздер қыздар, қараңыздар, жұмсақ болып шығады. Осындай пирожный етіп істесеңіздер де болады. Соңына дейін қараған болсаңыздар, видеоны міндетті түрде лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.